Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді, жасалу жолы оңай шоколадты пирог дайындаймын. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар азық-түліктерден жасалынады. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Менде мұнда 2 жұмыртқа, бірақ видеода 4 жұмыртқа сияқты көрінген. Себебі менде жұмыртқаларды жарған кезде сарылары егіз болып шықты. Содан соң сұйық май құямыз, сүт құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық құрамы бөлме температурасында тұруы қажет. Содан соң електің ішіндегі ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Содан соң какаоны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызға 3 бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын бірден қоспаңыз, себебі пирог көтерілмей қалуы мүмкін. Міндетті түрде какаоның жақсы сапалы түрін алыңыз, себебі пирогтың дәмі тікелей осы какаоға байланысты. Барлығы біркелкі болғанша, түйіршіксіз сұйық масса болғанша араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйық масса болып шығады. Форманың астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын сұйық маймен майладым. Содан соң біз сұйық шоколадты массамызды құямыз. Менде формамның диаметрі 18 см, негізі 20 см форманы пайдаланыңыз. Себебін мен видеоның соңына қарай айтамын. Енді қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскені міндетті түрде осылай ағаш таяқшамен тексереміз, яғни салған соң ағаш таяқшаны осылай құрғақ болып шығу керек. Енді толығымен суытамыз бөлме температурасында. Суыған соң формадан аламыз. Жаңа айтып кеткендей, 20 см формаға пісірсеңіздер, үсті осылай қатты көтеріліп, айырылмайтын болады. Сондықтан мен осылай кесіп алдым. Енді шоколадты ганаш құямыз. Ол үшін мен шоколадты микроволновкаға ертіп алдым. Шоколадты ерткен кезде әр 10 секунд сайын араластырып отырыңыз. Ұзақ уақытқа қойсаңыз, шоколад күйіп кетеді. Енді қасықтың көмегімен осылай жағып алдым. Кез келген шоколад болады. Содан соң әсемдік үшін мен кокос жаңғағын септім. Осымен біздің өте дәмді, оңай пирогымыз дайын. Ортасы сондай жұмсақ, орысша айтқанда влажный болып шығады. Барлық құрамын, мөлшерін мен осы видеоның астына жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен, қош сау болыңыз.